Көпшілігіміз қарбызды жақсы көреміз. Қарбыз жазғы ыстықта шөл басатын, дәмі тіл үйіретін жеміс. Қарбыздың 90% судан тұрғандықтан шөлді жақсы басады. Қарбыз аз калориялы пайдалы диеталық өнім. 100 грамм қарбызда 25-30 килокалория бар. Ол дегеніміз нанға қарағанда қарбыздағы калория мөлшері 10 есе аз екен. Қарбыз ми белсенділігін арттырады. Құрамында ақыл-парасат деңгейінің көтерілуіне әсер ететін В6 дәрумені бар. Сондай-ақ қарбыздың құрамында адамның көру мүшесінің жұмысын жақсартатын А дәрумені бар. Көзіңіздің сау болғанын қаласаңыз, күнделікті 100 грамм қарбыз жеңіз. Қарбыз ас қорытуға, жүрек жұмысына және қан айналысының реттелуіне жақсы көмектеседі. Қарбыздың жұмсағы мен одан дайындалатын шырын ағзадағы шлактарды сыртқа шығарып, иммунитетті жақсартады. Құрамындағы А, В, С дәрумендері адам денсаулығына пайдалы. Ең маңыздысы калий, кальций, магний, фосфор және натрий микроэлементтері бар. Әсіресе қарбыздың өтті жүргізетін, зәр айдайтын қасиеті бар. Құрамында темір болғандықтан қан аздықпен де күресуге мүмкіндік береді. Қарбыздың құрамында фруктоза көп. Фруктоза қантқа қарағанда жеңіл сіңіріледі. Зат алмасу процесінде де пайдасы бар. Артық салмағы бар адамдарға да организмді шлактан тазарту мақсатында жақсы нәтиже береді. Холестеринді төмендететін де қасиеті бар. Қарбыз өнімінің зиянды тұстары да бар. Егер нитраты көп мөлшерде болса, ағза нитратпен улануы мүмкін. Бұдан бөлек кейбір ауру түрлерінен де өнімді абайлап тұтынған жөн. Қант диабетімен ауыратын жандар қарбызды көп жемегені дұрыс. Себебі ол қандағы қант мөлшерін көтеріп жіберуі мүмкін. Қарбыз зәрді айдап, бүйректің функциясын күшейтетіндіктен созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде шамадан тыс қолдануға болмайды. Қарбызды тамақтан соң бірден жемеу керек. Себебі тамақтан кейін бірден жеу ішектің бұзылуына алып келеді. Қарбыздың қауіпсіз екенін білу үшін қарбыздың төбесін 3 бұрыштап кесіп алып, жұмсағын таза суға салу керек. Егер сұйықтық қызғылт түске боялса, онда қарбыздың нитраттар көмегімен өсірілгендігін көрсетеді. Қарбыздың қауіпсіз екендігін дәлелдейтіні тек оның толық піскен уақыты. Жақсы піскен қарбыздың сабағы құрғақ, бүйірінде ақшыл сары дақ және жолақтарының түсі қанық болады. Ең дұрысы жаздың шілде айының орта тұсында жегеніңіз жөн. Көктемнің соңында және жаздың басында табиғи түрде өз еркімен піскен қарбыз табу мүмкін емес. Қарбызды таңдау кезінде соққы іздерінің болмауын тексеріңіз. Себебі қарбыз жол үстінде немесе басқа да жағдайда соғылған кезде жарылып, жарылған жерге бактериялар түсуі мүмкін. Ал бактерия түскен қарбызды жеу сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Піскен қарбыздың қабығын ұрғанда таза ашық дыбыс естіледі. Ерте көктем немесе жаз маусымының басында қарбызды сақтықпен сатып алу керек. Өйткені оны жасанды жолмен өсіргендіктен қарбыз азот тыңайтқыштарымен қанығады. Ағзаға енген кезде олар нитриттерге айналады да жүрек, қан тамыр ауруы мен тыныс алу және зәр шығару жолдарының проблемаларын тудырады. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнамдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.